Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Жылдарман ойлар» деген кітабында тәуелсіздік деген не, оның негізінде не жатыр деген сұраққа былай деп жауап береді. Тәуелсіздік дегеніміз екі үлкен құндылықтың, екі категорияның қосындысы. Біріншіден азаттық, екіншіден жауаптылық. Мінекей осы екі категория қазақстандық новой деп аталатын елбасы негізін қалаған көп ұлттар мен этностың арасындағы қарым-қатынастың негізінде жатыр. Бүгін пандемия апатының кезінде біз бұл новайдың мәнін, оның маңыздылығын ерекше түсініп отырмыз. Себебі пандемия қазақстандық қоғамда көп мәселелерге халықтың көзқарасын өзгертті. Әр адамның интеллигенті, психологиясы, оның сана сезімі, қоғамдағы көп мәселелерге көзқарасы өзгерді. Пандемиядан кейін біз қалай дамимыз? Пандемия біздің қоғамдағы көп мәселелерді, көп шешілмей жатқан проблемаларды айқындады. Білім саласында, ғылым саласында, денсаулық пен медицина саласында, цифровизация саласында. Яғни пандемиядан біз нақты бір сабақ алып, қорытынды шығаруымыз деп ойлаймыз. Елбасы жақында ғана Қазақстан халқына арнаған мақаласында былай деп жазады: ең қымбат құндылық, ең үлкен күш адамның өзіне деген сенімділігі. Осы сенімділіктің арқасында біз дами түсеміз. Осы сенімділіктің арқасында біздің арамызда тұрақтылық, ынтымақтастық, бірлік дами түседі. Мына үлкен мерекенің алдында мен бәрі қазақстандықты осы мерекемен құттықтаймын. Алла қаласа осы үлкен апаттан бәріміз аман-есен шығып, осындай сенім біздің жүрегімізге ұялап, сол сенімнің арқасында біздің егемендік мемлекетіміз дами түссін. Осы мемлекетіміздің дамуына әрқайсымыз, әр қазақстандық өзін нақты үлесін қоссын деп ойлаймыз. Единство в многообразии – это главный посыл казахстанской модели общенационального согласия и национального единства Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Вот уже больше 10 лет научно-экспертное сообщество всего Казахстана, в том числе и Жамбылской области, работает в активном ключе, консолидируя все свои усилия по направлению укрепления гражданской идентичности. Данная модель является основным документом для дальнейшего действия всего научного сообщества Ассамблеи народа Казахстана. Жамбылская научно-экспертная группа провела массу работ в направлении укрепления гражданской идентичности и единства народа. И все 17 членов научно-экспертной группы, среди которых видные ученые нашей области, это профессора, кандидаты наук, работающие как в технической сфере, так и в социогуманитарной. Это прежде всего представители этнокультурных объединений, которые всегда помогают нам, работают вместе. Каждый раз, проводя все расширенные заседания научно-экспертной группы, мы свой основной акцент делаем прежде всего на предупреждении конфликтных ситуаций в поликультурной среде Жамбылской области. Ключевым компонентом научной деятельности Ассамблеи народа Казахстана является также и деятельность кафедры Ассамблеи народа Казахстана Тарасского государственного университета имени Мухаммеда Хайдара Дулати. Наша кафедра является одной из самых образцовых в Республике Казахстан. Она была отмечена на заседании Ассоциации кафедр АНК по республике. Имеем множество наград, и поэтому думаю, что это заслуженно, потому что кафедра является прежде всего исследовательской. Исследования, проводимые начиная с 2011 года, являются основным документом, который помогает вести работу многих управлений наших государственных органов и прежде всего нашей Жамбылской области. Бүкіл әлемді жаулаған індет алдында да Қазақстан халқының барлық мүшелері өздерінің біргеміз деген ұранын бетке ұстап, сол бағытта тынымсыз жұмыс істеп келе жатыр деп айтуға болады. Қазіргі таңда көптеген ұлттың өкілдері, этнос өкілдері ешқандай этносаралық кикілжіңге жол бермей, барлығы бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып, осы індеттің алдында бірлесе күресуінің өзі де осы саясаттың елімізде тұрақты дамып келе жатқандығын көрсетеді. В эти трудные часы появилась, была опубликована статья
лидера нации Нурсултана Назарбаева. Статья, она очень своевременная, емкая, содержательная. Прочитав ее, каждый из нас поймет, что эта статья о нашей истории, истории нашего государства, о истории нашей жизнедеятельности. Жамбыл облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобының қазақстандық бірегейлік пен жалпы ұлттық бірлікті қалыптастырудағы атқарған іс-шаралары біршама. Осы орайда жалпы өңіріміздің өзінің осы бағыттағы атқарылар іс-шараларының тізбегінің аз емес екендігі мәлім. Еліміздегі бірегейлік пен бірлікті қалыптастыруда ел тарихын, туған жер тарихын зерделеуге байланысты ғылыми сараптамалық топ өкілдерінің бірнеше ғылыми еңбектері жарыққа шықты. Атап айтатын болсақ, Сейітқұлова Жанна Мамбетқызының Жамбыл облысындағы этностар мен этникалық топтар атты кітабы, Бақтыразов Сейдахан Уәлиұлының бірлік пен жасампаздық аясындағы Жамбыл өңірі деп аталатын кітабы, Мамедова Фарида Иманжанқызының «Основные элементы культуры мира и межэтнической толерантности» деп аталатын ғылыми монографиясы жарыққа шықты. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады деп дана бабаларымыз айтқандай, игі істеріміз бен жетер жетістіктеріміз халқымыздың бірлігіне бағытталсын. Біз біргеміз. Ғылыми-педагогикалық жоба барысында Асыл мұра бағдарламасы жасалды. Бұл бағдарлама бірнеше шағын ұлттық этнопедагогикалық жобалардан тұрады. Яғни мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балаларды қазақ халқының тұрмысымен, туған жер, ұлттық киімдер, ұлттық тағамдар, ұлттық ойындар, ұлттық музыкалық аспаптар, ұлттық ою-өрнектер, салт дәстүрлер сияқты бірнеше ұлттық жобалармен таныстыру арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың, яғни ұлттық кодын қалыптастыру. Яғни бұл жоба бойынша мен мақтан етіп айта алатыным, Қазақстан Халқы Ассамблеясының республикалық байқауында Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің Қазақстан үлгісіне арналған ғылыми жобалар байқауында республика бойынша бірінші орын алсам, және өзіміздің осы байқаудың облыстық кезеңіндегі Жамбыл облысының Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұйымдастырған кезеңде бірінші орын алдым. Благодаря Елбасы 90-е годы сформирован Институт межэтнического согласия. Сегодня мы смело гордимся тем, что Казахстан демонстрирует всему миру уникальную модель межэтнического согласия. Этот институт нужно нам сохранить всегда. И этот институт приводит к тому, что народ Казахстана един. То есть мы вместе, біргеміз. Будем продолжать объединяться, то есть біз бәріміз әрқашанда біргеміз.